дәстүрге айналған спикерлік сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Менің есімім Шолпан, мен Rich Factor компаниясының кәсіпкерімін. Негізінде кез келген жолда, кез келген кезеңде, адамның өмір кезеңінде сол жерде кездесетін өзінің ұстаздары болады, тәлімгерлер болады. Сондықтан мені де осы бизнесқа келген мықты кәсіпкер бар, наставнигім. Ол кісі жалпы команданың ғана емес, компанияның барлық іс әрекетіне, іс шарасына белсене қатысып жүрген компанияның, команданың жүрегі деп айтсам болады. Ол кісі тек қана бағыт беруші ғана емес, ол кісі нәтижеге жету жолында жол көрсететін маяк дейміз ғой. Ана корабльдерде маяк болатын болса, сол сияқты бизнестағы менің маягым, әрқашанда шабыт беретін, дұрыс жол көрсете алатын, білім ала алатын, білім бере алатын, білім алудың көзін, жаңағы бұлақтың көзін ашты, бұлақ көрсең көзін ашты дейді. Сол сияқты келген, кез келген командаға, компанияға келген новичоктар болсын, кез келген адамдарға өзінің біліммен бөлісіп, жол көрсете беретін мотиватор, әрқашанда білімменен, кең жүрегіменен бөлісе алатын менің наставнигім Айжан Нұғманова. Расында да бұл жалпы былай ғой, Абай Құнанбаевтың бір сөз бар екен, сонда айтады да, мінсіз адам болу үшін 3 ұстазы мінсіз болу керек дейді екен да. Бірінші ұстазы ол ата-анасы, өмірге алып келген ата-анасы болса, екінші ұстазы ол осы білім алу жолындағы ұстаздары, үшіншісі ортасы деп. Сондықтан осы біздің мына сетевой компанияда біздің қазіргі жасап жатқан ісімізде үлгі алатын адамдар өте көп. Соның ең негізгі біздің жаңағы бой түзейтініміз ол біздің наставниктеріміз. Сондықтан Айжан Нұғмановаға мен шексіз алғысымды айтамын. Өйткені өзінің біліміменен әрқашанда бізге бағыт беріп, үлгі болып жүре алатын. Тек қана сөздің емес, іс әрекеттің де адамы. Енді бүгінгі сабағымызға келетін болсақ, жалпы энергия дейміз. Бүгінгі тақырыбымыз энергия, иммунитет, бауыр, буын, осының барлығы протокол 1-де, протокол 2-де қалай жұмыс жасайды. Біз негізі жүрген жерімізде қандай әрекет жасасақ та, қай жерде жүрсек те, әрқашанда өзіміздің жаңағы бар күш жігерімізбенен бөлісіп жүреміз. Өзіміздің бойымыздағы бар нәрсемізбенен бөлісеміз. Ал енді қарайтын болсақ, осы жаңағы иммунитет, бауыр, буын, осының барлығын қалай протокол 1-ге байланыстырамыз деген сөзге келетін болсақ, қараңыздар. Негізінде энергия, осы бірінші энергия дегенге тоқталайықшы. Энергия ол не? Негізі энергия дегеніміз ол былай, бұрын біз жаңағы тоқ дейтіміз, тоқ. Мысалы мен сетевой компанияға келгенге дейін, энергия деген кезінде шамды, тағы басқа сондайларды энергия ретінде ғана қабылдайтын да. Адамның өзінің ішкі жан дүниесіндегі энергияға, өзіміздің бойымыздағы энергиямызды, оны энергия деп, мысалы, шын мәнінде, енді қателігіңді мойындау керек, шын мәнінде мен оны мән бермеген екенмін. Жалпы энергия ол әсер ету, ол әрекет. Бұлай қараған кезде қозғалыстың белгілі бір формасы. Ал енді жалпы ағзамызда, қараңыз, неге ауырған адамдарда әлсіздік болады? Неге ауырған адамдарда әлсіздік? Өйткені айтады ғой, әлсіреп қалдым, күш қуатым болмай тұр деп. Өйткені адамның энергиясының төмен болуы. Одан кейін негізі энергия бізге қайдан келеді және қайда барады?
кез келген нәрсе ол алмасып тұрады ғой, мысалы біз мына жерде отырмыз, кез келген біз дем алып отырмыз, демімізді алып отырмыз. Қарап тұрған жоқпыз ғой, мына жерден қазір таза ауа келе жатыр, мен дем алайын, мына жақтан бір түрлі ауа келіп тұр, мен бұл жақтікін дем алмайын демейміз ғой. Ауа біз дем алған сайын бізге жаңағы тыныс жолдарымыз арқылы денемізге сіңеді. Сол сияқты біздің энергиямыз да жан жақтан келеді. Жалпыда энергияның өзінің келу жолы да бар, оны жұмсау жолымыз да бар. Енді қараңыздар, кейбір кездерде біз бір адамдармен энергия қайдан келеді? Біздің ортамыздан келеді. Бір ортада отырған кезімізде шашап кетеміз ғой, басқа біреулердің бір әңгімесін тыңдап отырып шашап кетеміз. Негізі мүмкіндік болса, жаңағы звуктарын өшіріп қойсаңыздар, нелеріңіздің, телефондарыңыздың. Соңғы мен сұрақ қойған кезде қосасыздар. Сонда қараңыздар, бір белгілі бір ортада отырғанда өзінен өзің шаршап кетесің. Ол не деген сөз? Ол жерде сізге энергия беретін емес, энергия алатын нәрсе болады. Мысалы, мен бір бұрынырақта мектепте жұмыс жасағам, сол кезде бір ата-ана бір айғай шу шығарып кетті да, соңғы болмайтын нәрсеге. Соңғы басқа ата-аналар айтып жатыр ғой, неменеге, ол кезде мен жаспын, мысалы сөз қайтара алмаймын деген сияқты. Неменеге жас маманға сонша айғайлап кеттіңіз? Барлық мерекелік кеш, ол как раз осындай 22 наурыз кезі, бір аш сабақ болып жатқан кез. Соңғы сөйтсе айтады да, егер де дейді, мен қазір осы сөздерімді айтып тастамасам, мен ауырып қалам дейді. Қараңыздар, мына сөзді мен ол кезде түсінген жоқпын, кішкене ойлау қабілеті бір түрлі адам ба дедім де қойдым ғой. Негізінде қараңыз, оған негативный энергия келіп тұр да, ол өзінде ұстап ол ауырып қалам деп тұр. Ал шығарып тастаса, жаңа негативті энергияны шығарып тастаса, ол не істеді? Ол сол энергиясын, негативті энергиясын елдің бәрімен бөлісті де, өзі жеңілденді да. Ал кейбір ортаға, мына қараңыз, негативті энергияны біз қайдан аламыз? В любом случае бір ортадан алады екенбіз. Ал позитивті энергия дейді. Кейбір адамдармен сөйлескен кезде бір көңілің жай болып, жадырап қаласың да. Кейін бір осының алдындағы бір сетевойда жүрген кезде бір келіншек болатын, сол всегда мені көрген кезде құшақтайтын да, құшақтап, ой, сізбен энергия алайыншы дейтін. Мен айтады, не деген адам дейтін да. Айтады, энергия алам демеңіз, энергия алмасам дедіңіз деп айтатым да. Сонда қараңыз, энергияны біз адамдардан аламыз, ортадан аламыз, және әрине, мына осы жақында ғана ауыз бекіттік қой бәріміз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын ораза айындағы. Сол кезде алғаш аузымызды ашқан кезде жаңағы суымызды ішіп неткеннен кішкене әлсіреп қаламыз да, біраздан кейін қайтадан энергиямыз қосылады ғой. Сонда қараңыз, тағамнан аламыз да энергияны. Енді қараңыздар, сырттан алатын энергиялар ол уақытша. Мысалы, мотивация дейміз, мотивация. Мысалы, біреумен сөйлесеміз, көңіл күйіміз нашар болып тұрған кезде, настар негізінде сөйлесеміз, или ортадағы адамдармен сөйлесеміз, әбәт болып қаламыз да. Соңғы энергия алып, күш қуат алып, ой деп кеуден керіліп, әдем болып қаласың. Бірақ адамның егерде ол уақытша, сол мотивация таусылған кезде ол энергия да таусылады. Ал таусылмайтын, сарқылмайтын энергияны адам, мысалы, жаңағы энергия станциясы сияқты, адам өзінен өзі жасай алады. Енді қараңыз, біз әсіресе қазіргі біздің әрекетіміз жасап жатқан, мына осы жерде отырған адамдардың барлықтарыңыз, сіздерді құттықтаймын, сіздерге ризамын, сіздерге жаңағы өзімнің алғысымды білдіремін. Өйткені сіздер ізденіс үстіндегі адамдарсыздар да, көмектескісі келіп жүретін адамдардың қатарындасыздар да. Өйткені егерде ондай болмаса, қазір өз шаруаларыңызбен кете беретін едіңіздер. Қазір міне осы жерде отырсыздар, сіздер не істеуге? Энергия алмасуға, өздеріңізге білім алуға. Қараңыз, энергия ішкі адамның жан дүниесіндегі өзінің энергиясын өзі қосу, ол адамның өз қолында. Мен кеше мынандай бір немене тауып алдым. Мысалы, мынау фонарик, фонарик.
қараңыз, мына жақты бүйтіп қосса, ол қосылу керек. Неге қосылмайды? Өйткені бұда энергия, мынада жаңағы батарейка салынбайды, тоққа қосылмайды. Кейбір батареялар тоққа қосып болған кезде жаңағы зарядталады ғой. Онан соң зарядталмайды. Бұл зарядталу үшін мен не істеуім керек? Мынаны бүйтуім керек те, қараңыз. Мынаны бұрауым керек. Сол кезде міне зарядталады. Ана неге походқа баратын кездегі не ғой? Фонарик. Сол сияқты адамның өзінің күш жігерін өзі зарядтау керек та. Мысалы, егерде мен жұмыс жасамай, әрекет етпей, әйтеуір бір адам келеді ғой, сол адамға әйтеуір бір көмектесем ғой деп жүре беретін болса, менің энергиям не істейді? Төмендейді. Одан кейін бір нәрсе, кей кездерде біз адамдар не істейміз? Ой, офиста қош, ертең бара салам, ертесінде тағы да айтады, ой, понедельник күні бара салайыншы дейді. Сөйтіп, үйде жата берген кезде, үй ол сіздің мына энергияңызды, мына қабырға энергияңызды арттырмайды. Керісінше артқа кетіреді. Өйткені ертең деген нәрсе айтқан сайын сіздің энергияңыз азая береді. Жаңағы құлшынысыңыз азая береді. Мысалы, қараңыз, кейбір кездерде біз не істейміз? Алдыға мақсат қойымызды, сол мақсатты орындағанша шапқылай береміз, демек, ол мақсат сіздік. Кейбір кездерде мақсат қояды, кейбір адамдар, мысалы, әсіресе жаңадан келген новичоктар мақсат қояды да, соны бүйтеді. Мақсатың бар ма? Бар. Бірақ соны жасауға энергиясы болмайды, соны істейін дегенде істегісі келмей тағы. Демек, ол мақсат сізге жігер бермейтін мақсатта. Демек, ол еліктеуден пайда болған мақсат. Ана кісі сияқты миллион табайын деген. Или болмаса, мен осындай адам сияқты команда құрайын деген. Или мен, короче, еліктеуден пайда болған мақсат. Немесе жаңағы көрейінші деген, мына сізді жандыратын, оятатын мақсат емес. Демек, қараңыз, ішкі энергияңыз қайдан келеді? Сіздің өзіңіз құлшындыруыңыздан келеді. Өзіңіз жаңағыда завайт еткеннен келеді. Сіз қалай завайт етесіз? Егер мақсатыңыз өзіңіздік болса. Енді қараңыз, адам, мысалы, жүз алмайтын адам болса, суға түсіп көрген кезде не істейді? Жан таласады ғой, жан таласады. Гүлшара ханым, ана микрофонды өшіре қойсаңыз, микрофонды. Сонда, мысалы, жан таласқан кезде не істейді? Ол әрекетте болады да, суға батпай тұрады. Пока көмектесетін адам келгенге дейін, или болмаса жүзіп үйреніп кетеді дейінші. Мен бала кезінде ағаларым, інілерімді жүзіп үйренсін дейтінде бізде канал болатын, Шу каналы деген. Сол каналға інілерім лақтырып жіберетін. Деп батып баратқанда қайтадан судан алып шығатында соңғы қайтадан лақтырып жіберетін. Сөйтіп жүріп аналар үйренді. Енді мені аяғаннан кейін, мен енді негізі жалғыз қызбын, 6 ұлдың ортасында. Мені аяғаннан кейін мені лақтырған емес, бір рет лақтырып, сонан кейін барып папамнан орыста әбден естігеннен кейін олар мені суға лақтырған жоқ. Мен сол күйде, қараңыздар, сол күйде мен жүзуді үйренбедім. Ағаларым сияқты, інілерім сияқты үйренбедім де, но енді өзіме керек болған кезде кейін жаңағы неге барып үйрендім. Қараңыздар, демек, бір нәрсені үйрену үшін сізде міндетті түрде әрекет керек. Ал энергияңыз тонуста болу үшін, өзіңіздің жаңағы алға қойған мақсатыңызға жету үшін сіз әрекет жаңағы өзіңізді завайт етіп отыруыңыз керек. Енді бұның, осы энергияның біздің компанияға не қатысы бар деген сұрақ болуы мүмкін да. Ағзаның 4 тірегі бар. 4 тірегі. 4 таған сияқты 4 тірегі бар. Оның ең бастысы ол энергия. Екіншісі иммунитет. Енді қараңыз, энергия, иммунитет, біздің тақырыбында тағы бауыр деген бар, буын деген бар. Осы 4 тірек біздің компанияның жаңағы несінде продукцияларымызда жүріп жатады. Неге? Протокол 1, мысалы, айтады ғой, протокол 1 барлық ауруларға емдеп жатамыз, барлық аурулар біз емдемейміз. Біз дәрігер емеспіз. Мен әсіресе дәрігер емеспін. Сол сияқты дәрігер еместер көп. Енді қараңыз,
басқа дәрігерлердің айтып жатқандарын естиді да, содан кейін барып айтады, ой, мен ол сияқты айта алмаймын, мен дәрігер емеспін дейді да. Но біз қараңыздар, естеріңізге сақтап қалыңыздаршы, сіз дәрігер емессіз, мен дәрігер емеспін. Біз не берушіміз? Біз ол адамның энергиясын көтеруге, иммунитетін көтеруге, бұл жаңа бауырының мықты болуына, буындар тірегінің мықты болуына көмектесетін адамдармыз да, көмектесетін адамдармыз. Сондықтан қараңыздар, неліктен, оған қазір қайтадан қайтып келемін. Неліктен энергия төмендейді? Біріншіден, энергия митохондрияның жаңағы митохондрия дегенді естіп жатырмыз ғой, бұл жасушаның энергия станциясы дейміз, өстіп айтқанды естіп жүрміз ғой. Ол не істейді? Митохондрия не істейді? Ағзада энергияны өндіретін станция. Енді қараңыз. Біздің өнімдер жасушалық деңгейде көмектеседі. Ал митохондрия жасушадан тыныс алу жолы, жасушаның тыныс алу жолы. Зат алмасуды реттейді. Неге жас балалар тез қимылдағыш болады да, ал үлкен кісілер кішкене жасы ұлғайған сайын қимылы әлсіреп қалады, ақырын қимылдап бүйтіп артқа қарап қалады. Өйткені жаңа митохондрияның зат алмасуы азайған, митохондрияларымыздың азайған, ол неге азайды? Өйткені қараңыздар, токсиндер, ағзадағы токсиндер кедергі жасап жатыр. Енді біздің өнімдеріміз не істейді? Энергия, мысалы, митохондриямыздың жұмыс жасауына әсер етеді. Бауырдың таза болуына әсер етеді. Жақсы қан айналуына әсер етеді. Ағзамызға қажетті, клеткаларымызға қажетті амино қышқылдарды, микроэлементтерді, витаминдерді барлығын не істейді? Беріп отырады. Демек, біздің өнімдер не істейді екен? Ішкі, мына осы өнімдер ішкен кезде 80-90% адамдардың бірінші айтатыны, менің ұйқым жақсарды, менің энергиям пайда болып дейді. Көрдіңіздер ме? Міне, энергиямызды біздің осы өнімдер энергия береді. Өйткені ол митохондрия, ол жасушаның телефон, звук. Кім екен? Алло. Гүлназ деген микрофон қосылып тұр. Микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар, мейлі құлақтарыңыз бізде болсын, енді ар жақта шаруаларыңыз бітіретін шаруа болып жатса бітіре беріңіздер. Енді қараңыздар, шатастым деп қойшы. Сондықтан қараңыздар, иммунитетімізді көтереді. Ал иммунитеттің әлсіреуіне не себеп болады? 80% біздің иммунитетті әлсірететін, айтады ғой, второй мозг, кишечник дейді ғой, ішекте орналасқан иммунитеттің 80%. Егер микрофлорамыз бұзылса, аллергия бола ма? Болады. Шаршау бола ма? Болады. Жиі ауру бола ма? Болады. Қабынудың түрлері жүре ма? Жүреді. Сондықтан иммунитетті күшейту үшін алдымен не істеуіміз керек? Ағзаны тазалауымыз керек. Және қалпына келтіруіміз керек. Ал оған көмектесетін әрине біздің рич-фактордың өнімдері. Енді маған дәрігер болып, бәленбай жыл оқу керек па? Жоқ, әлде мен мынаяқтан алған білімімді айтып, адамдарға көмектесе алам ба? Міне, осыда тұрда көп адамдар былай дейді. Ой, сіздердің өнімдеріңіз, ол Жуабек Рамазанович сияқты айта алмаймын. Мен бізде дәрігерлерді айтады ғой, солар сияқты айта алмаймын. Мен бұл жерде бизнес жасай алмаймын дейді. Бизнес жасауға болады, егер де сіздің шынайы ниетіңіз көмектесуге бағытталса. Ал көмектесу үшін не керек? Тек қана білім керек. Энергияны көтеруге қалай көтеретінін қазір айтып өттік па? Айтып өттік. Жаңағы митохондрия туралы ол мектеп жасында біз оқып алғанбыз, неге митохондрияны дұрыс жұмыс істемейді? Шаршау пайда болады, күштің азаю, иммунитетін төмендеу, зат алмасудың баяулауы, тез шаршап қалу. Соның барлығы неден?
митохондрияның әлсіздігінен. А ол неге әлсіз болып жатыр? Клеткамызға тамақ жетпей жатыр. Аш жалаңаш болып жатыр клеткаларымыз, Ал енді аш жалаңаш болып, мына өнімді ішсең, сен клеткаңа көмектеседі деген айта аламыз ғой. Айтамын. Ол үшін дәрігер болудың маған қажеті жоқ. Енді білмеймін басқаларыңыз қалай. Сондықтан бір уақытқа қараңыздар. Адамның кез келген адамға көмектескісі келуі ең бірінші адамның өзінің ниетіне байланысты да, одан кейін алатын біліміне байланысты. Мына қараңыз. Энергия сіздің өзіңіздің ішіңізден, біліміңіз сіздің сырттан келетін адамдардан. И сол біліміңізбен бөлісуіңізден. Енді қараңыздар. Көп жағдайда біз жаңағы осы өнімдерді айтып жатқан кезде, былай дейміз. Кстати, орысша қосып қойдым, Қараңыздар, негізі сіздер кез келген білім алған кезде қастарыңызға су қойып қойсаңыздар, және сол судан ішіп отырсаңыздар, мына біздің айтқан сөздерімізді су сіңіріп алады. Соңғы сіздер құлақпен, көзбен и сумен сіңіресіздер дейінші. Енді қараңыздар, жаңа бауырға келді. Бауыр негізі ең адамның ағзасындағы ең бірінші фильтр дейміз, Бауырда 500-ден аса биохимиялық процестер жүреді дейміз. Осының өзін осы жаққа келген кезде мен оны медицинадан білген жоқпын. Мен оны басқа адамдардан білген. Осы жердегі адамдар, міне сіздердің айтқандарыңыздан естідім. Жайық Рамазановтың айтқанынан естідім. Аха, менің біліміме керек екен, мен өзіме сіңіріп алдым, Сонда қараңыздар, 500-ден аса биохимиялық процесс жүргізетін бауырды ретке келтірмей, басқа ағза ретке келуі өте қиын дейінші. Мүлде келмейді деп айта алмаймын. Өте қиын. Енді қараңыздар. Бауырды ретке келтіретін не біздің өнімдер? Біздің өнімдер. Өйткені ол не істейді? Ол токсиндерді шығарады. Бауыр қызметтерінің бірі, гормондарды тексерімге ұстайды. Холестеринді реттейді. Қанды тазартады. Өйткені бауырдан өтеді ғой мына. Қандар өтеді ғой. Ол тазалаған кезде, бауырдан қан таза болған кезде, қан қою деген болмайды ғой? Болмайды. Ал енді ол бауыр дұрыс жұмыс жасамаса, мына фильтріміз былайынан болып тұр дейі, осы фильтріміздің мына жақ, өзім қолым әйбат болып кетті. Сол фильтрден, дұрыс фильтр болмаған кезде, фильтрден дұрыс қан өтпегеннен кейін ол не істейді? Ол жүрекке барады. Ол қан деген барлық жерімізде жүреді ғой. Бір жеріңіз кішкене тілініп кетсе, сол жерден қан шыға келеді. Демек, қан бүкіл ағзамызды айналатын болса, оны тазалайтын фильтр дұрыс жұмыс жасамаса, ол не істейді? Тері проблемалары, шаршауыңызда, қышуыда, іштің кебуіде, ашты дәмнің келуіде, гормондарын бұзуыда, барлығы бауырдың дұрыс жұмыс жасамауынан болады да? Дұрыс жұмыс жасамауынан болады. Енді қараңыздар, сондықтан біздің протокол не істейді? Біздің протокол ол тазалайды. Қазір модный сөз бар ғой? Кәдімгі сәнге айналған сөз бар ғой? Детокс деген ше. Бір мынау детокс деген арзан болса да, детокс деген сөз болса, тиктоктан, басқа соцсеттардан адамдар сол детоксты алып жатады. Енді қараңыз. Детокс деген ол тазалау, сәнге айналып кеткен сөзіміз. Тазалау. Ал біздің өнім не істейді? Протокол тазалайды, қалпына келтіреді, және жұмыс жасауын ретке келтіреді. Чистка жүреді, восстановление жүреді и укрепление жүреді. Енді ағза тазаланса, ретке келсе, адамның ағзасы сағат сияқты дұрыс жұмыс жасайтын бола ма? Дұрыс жасайтын болады. Енді қараңыздар, жаңа айтып кеттік. Энергия дедік, иммунитет дедік, бауыр дедік, буын дедік. Причем тут буын? Бауырың қайда, буын қайда, энергия ма, буынның не қатысы бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Сіздердің араларыңызда емес, басқа бір адамдарда. Өйткені жаңағы бауырыңыз ауырады, жаңағы суставтарым ауырады, буыным ауырады деген кезде адамдарға айтып жатады ғой, айтамыз ғой,
бауырыңыз қалай, жировой гепатозыңыз бар ма, панкреатитіңіз бар ма, қазір дәрігерлердің сөздерін біліп алдық қой. Сөйтіп жаңағы айтамыз ғой сол кезде, жоқ мен бауырым емес, мен қойшы бауырым бір нәрсе болады, мен буыным, мына аяқ қолдарым қақсайтын болып жүр, аяғым деген ретте жаңағы сықырлап жүр деген сияқты айтады ғой. Енді қараңыз, буын ең тікелей қатысы бар бауырға органдардың бірі. Өйткені қан дұрыс айналмағаннан кейін айтамыз ғой жаңағы мына буынның ауырсынуының себептері сол буындағы жасушалардың сусыздануы. Сусыздану. Енді оның о жердегі жаңағы смазка дейміз ғой, сол смазканың кетіп қалуы неден? Өйткені о жердегі паразиттер жаңағы жеп қойды. Шығып қояды суларын, сол жердегі буынның қабынуы содан да болады, одан кейін ол не деген сөз? Демек, о жерде адамның қан айналымы дұрыс болмаса, қабыну көп болса, минералдар аз болса ағзада, сусыздану көп болатын болса, жасушада проблема пайда болады. А жасуша бүкіл ағзамыз біздің жасушадан тұрады. Демек, мына бауырда эльпролин, эльгистинин деген сұйықтық бөлінеді дейді ғой. Ол ең бірінші жаңағы буындардың смазкасы десек қой. Мен енді қарапайым сөзбен айтып жатырмын, ғылыми сөздер демесем, сол смазкасы бауырдан, бауыр дұрыс жұмыс жасамай тұрған кезде қаяқтан барады ояққа? Бармай қалады. Сондықтан бауырда сықырлау пайда болады. Мысалы қараңыздар, біз мына клетканы детокс жасаған кезде, клетка тазаланған кезде энергия пайда болады екен, иммунитет пайда болады екен. Иммунитет пайда болған кезде ағзадағы барлық дерттер ақырын не істейді? Ақырын ретке келеді. Сондықтан біз айтатынымыз, біз ауру емдемейміз. Біз ауруларды больница емдесін дейміз. Біз не істейміз? Біз ағзаны қалпына келтіруіне жағдай жасаймыз. Қандай жағдай жасаймыз? Мына клеткаларымызды, бүкіл ағзамызда жүріп жатқан клеткаларымызды қажетті тамақтармен тамақтандырып. Кішкентай бала жылаған кезде, қарны ашқан екен дейтінімізді тамақ беретінбіз. Ғой, ол жыламаса, біз оның қарны ашқанын білмейміз. Ол жылағаннан кейін біз тамақ беретінбіз. Енді қараңыз. Біздің ағзамыз, біздің клеткаларымыз сол кішкентай бала сияқты. Ол жылап жатыр. Менің қарным аш деп жатыр. Оны біз қалай білеміз, оның жылағанын, оның қарны аш екенін? Бір жерімізге жаңағы аллергия шыққаннан, асқазанымыз қызылдағаннан, бауырымыздың мына жаққа тартып ауырғаннан, давлениеміз көтерілгеннен, ол жылағаны сонымен білдіріп жатыр да, маған керек, мана жеп жатқан тамағыңмен мені тамақтандырып жатқан жоқсың. Мысалы, жаңағы 1 жасқа дейінгі балаларға біз бургер бермейміз ғой, оған керекті өзінің сүтін береміз, керекті тамағын береміз. Сол сияқты біз не істеп жатырмыз? 1 жастағы балаларға бургер берген, шашлық берген сияқты ағзамызға, клеткамызға түкке де қажеті жоқ. Қажет болса да 100-дің 2-2% ғана баратындай тамақ беріп жатырмыз да, а клеткамыз аш болып тұр. Ол жаңағындай жылап бізге көмек сұрап жатыр. Давлениеміз көтертіп, тағы да деген сияқты. Ал енді мына біздің протокол, ол не береді? Ол жаңа жылап жатқан баланың тамағын берген сияқты ағзамызға, клеткамызға қажетті микро-макро элементтерді, аминақышқылдарды, витаминдерді барлығын беріледі. Енді протокол кей кездерде мысалы бірақ өнім ішейінші дейтін адамдар болады да. Олар ішсін. Мүлде, протокол алмасаң болмайды деп айтуымызға болмайды. Ол адамдардың өзінің, әрқайсының өзінің жаңа несінде ғой, қабылдауында, ойлауында деген сияқты. Негізінде мен өзім 1-2 тал алайыншы деген адамдарға, или 1 ай ішейінші деген адамдарға айтам да, жарайды, жақсы дейм, бірақ дейм, сіз осыны ішкен кезде мен рич фактордың өнімін іштім, маған көмек болмады,
көмек болса да аз уақыт болды деп айтпаңызшы деймін. Мен ричфактордың өнімін іштім деп айтпаңызшы деймін. Қалай айтпаймын? Ішіп жүрмін ғой, мен іштім ғой дейді да. Мен айтамын, жоқ, сіз ауыз тиіп жүрсіз деймін. Рас, ол бар ғой аха. Просто егерде бір тал, екі тал ішетін болса, протокол толық емес. Онда ол адам жаңағы просто қарны аш келіп, бір қасық қана тамақ жеп, ауыз тиген сияқты болады да. Өйткені ол енді қалыптасып, енді жұмыс жасап бастаған кезде тоқтатып қояды, содан кейін барып айтады. Содан шығады. Сонда мен жаңағы өзімнің клиенттарыма солай деймін. Егерде сіз просто бір ай ғана ішем десеңіз, сіз ауыз тидім деп айтыңыз. Ал егер іштім деп айтасыз қай кезде? Сіз толық мына 120 күн қанымыздың тазарғанына дейін ішкен кезде. Ал енді 120 күнде адамның біраз мәселесі шешіледі. Давлениясы, жаңағы іші қататындардың іштері жүре бастайды, аллергиясы басыла бастайды, тағы деген сияқты. Уже не істеді? Ағза ретке келе бастады. Сол кезде ол іштім деп айтсаңыз болады деймін. Содан кейін оларда жарайды енді дейді ғой. Енді қараңыздар. Протокол бірді толық ала алмаймын, бокспен алам дейтін адамдар болады. Ол адамдарға ең бірінші не бергеніміз дұрыс. Әсіресе энергиясын көтергенге. Білгіңіз келе ма деп қойыншы. Эларгинин. Эларгинин. Өйткені ол не істейді? Ол қанның айналымын күшейтеді. Жүрекке, мотор ғой жүрегіміз, жүрекке оттегінің тасымалдануын жаңағы арттырады. Бізде бар ғой кейбір Айжаханымда бар, әсіресе бір жігіт тек қана эларгинин алып ішеді. Қараңыз, шаршауды азайтады. Негізінде мына эларгинин митохондриямызға от береді да. Жануына күш беретін сияқты. Ол негізіндегі жүрекке оттегі тасымалдаушы ғой. Адамға ең бірінші бізге оттегі керек қой. Оттегі болмаса адамдар деген тұншығып өледі. Сондықтан эларгинин адамға оттегін беретін. Жүрегімізге оттегін тасымалдайды. Шаршауды азайтатын. Одан кейін бар. Әрине біздің фульвагуминмен бауы. Оны міндетті түрде беру керек. Фульвагумин, мысалы қараңыздар, ағзамыздағы, мысалы ДНК, РНК-ға дейін кіріп, сол жақтағы паразиттерді, токсиндерді, ағзаны терең детокс жасайды ғой, терең тазалайды. Демек, ол фульвагумин максты, фульвагуминді жалпы беруіміз керек. Просто бір-екі өніммен ғана бастайыншы деген адам бар. Бірақ ол адамға айтасыздар, сіз просто протоколды толық алмағандықтан ұзақ уақытқа ішуіңіз мүмкін, ішесіз. Энергияңыз пайда болады, нетеді, бірақ бұл жан-жақтан жұмыс жасау емес, бір бағытта болып қалады деп. Енді өздеріңіз әрқайсыларыңыз түсіндіріп айтып жүрсіздер ғой. Иммунитетті ең дұрыс жолмен шектен шығарады. Мысалы айтамыз ғой, тазаланған кезде үлкен дәретпен, кіші дәретпен, термен шығасыздар деп. Менде бір ең алғаш осы продукциялар келіп айтып жүрген кезімізде бір клиент алды. Как раз қыс мезгілінде алды да, одан кейін бір-екі аптадан кейін ренжіп, мына продукцияңды қайта ал деп, масқарам шығарды. Сол не болды деймін ғой, көмектеспей жатыр ма? Біріншіден менің ішім өтіп жатыр дейді. Ол сөзде ұят жоқ. Екіншіден, мен деген қайта терлей беремін. Мынау деген сұмдық қой дейді да. Сол кезде менің де кішкене білімнің азды ғой. Басқаларға жүгінемін, мынау масқара сөйтіп жатыр екен, не істейміз десе. Жаным құттықтаймын дейді да. Ол тазалап жатыр ғой дейді. Ана кісіге түсіндіріп айта алмаймын. Сөйтіп тазаланып жатыр. Жарайды, сөйткенде тазалансын. Неге мен терлей беремін дейді да. Оказывается, термен де шығады екен ғой токсиндер. Енді ол кезде мен білмедім, рас айтамын. Содан кейін білмеймін не істеген ол кісі. Ішті ма, ішпеді ма, ары қарай. Қорыққанымнан ол кісіменен связьда болмай қалдым ғой. Ондай болады.
жаңадан келген адамдар. Енді баобаб ол однозначно иммунитетіміз көтереді, микрофлорамыздың қалпына келуіне әсер етеді. Осы өнімдерді, одан кейін барып міндетті түрде ричкепаны бергеніміз дұрыс. Өйткені ричкепа ол жасушаны қорғайды да, детокстың бауырымыздағы застойды жояды да. Бауырда айттық қой жаңа 500-ден аса биохимиялық процесс бар деп. Бұл бауыр үшін бұл ремонт жасайтын нәрсе да, ремонтын реттейтін нәрсе. Сондықтан тіпті одан кейін міндетті түрде тағы да қосатын нәрсеміз ол остеовил. Ал остеовил бұл жерде тек қана жаңағы буынға ғана қажет емес. Остеовилді біз айтқан кезде смазка, буынға, хишиларға жаңағы деп айтып жатамыз ғой. Бұның ішіндегі кремний ол зат алмасу. Біздің ағзамызда зат алмасу дұрыс болмай, адамның ағзасында энергия дұрыс болмайды. Қайтадан қайтып келдік энергиямызға. Сондықтан енді бұлардың әрқайсының ішіндегі тоқталмай-ақ қояйын, оны айтып жүрміз ғой. Просто остеовил ең бірінші адамға зат алмасуына көмектеседі. Қабынуын басады, одан кейін бар адамның қозғалысын жеңілдетеді да. Осы остеовилді ондай адамдар да бар. Просто остеовилді ғана ішіп жүрген адамдар, ол адамдарға да ешнәрсе дей алмаймыз. Мен бірақ өзімнің клиенттеріме не деймін? Айтам, 4-5 ай хотя бы үздіксіз осы өнімдерді ішіп беріңізші деймін. Одан кейін өзіңізге қажетті 1-2 өнімдерді алып поддерживать етіп отырасыздар деймін. Сонда қараңыздар, егер түгел протоколды ала алмаймын деген жағдайда нефра, ГП, остеовил, баобаб, фульвагумин макс, эларгинин осыларды беру керек. Сонда не қалды деңіздерші? Жалпы протокол түскен кезде адамның ағзасы толық ретке келеді. Бірақ мынандай нәрсе бар. Сіздердің өнімді ішсем дейді, сіздер маған 100% гарантия бересіздер ма дейтіндер бар да. Гарантия үйреніп қалғандар ғой, гарантияға үйреніп қалғандар. Мына кесенің сынбайтынына мына жасаған адам гарантия берген жоқ. Бұл кесе сынбауы мүмкін жылда. Егер де мен бұны күтіп ұстасам, қалай болса солай ұстасам, сынады. Бір жасар балаға қолына берсем, ол тастай салады, содан кейін ол сынады, Сол сияқты гарантияны біз неге береміз? Гарантияны біз, мен сондай сұрақ қойған кезде мен айтам, мен гарантияны беремін, 100% гарантияны беремін, біздің өнімдердің табиғи екеніне, сіздің ағзаңызға зиян келтірмейтініне. Мына сыртында жазылған нәрселердің барлығы осының ішінде бар екеніне 100%, 200% гарантия беремін дейді. Бірақ сіздің жазылмауыңызға гарантия бермеймін. Неге? Дейді ғой. Айтым, мен білмеймін ғой сізді қалай ішетініңізді. Мүмкін сіз бүгін бірақ мезгіл ішесіз, 3 мезгілдің орнына. Мүмкін бір күн ішіп 2 күн ұмытып кетесіз. Бір ай ішесіз де 2-3 ай ұмытып кетесіз, 4-ші айда ой деп есіңізге түседі. Сондықтан ол сіздің әрекетіңізге байланысты. Демек, Алла тағала бізге шипа береді, егер де сіз әрекетіңізді тоқтатпасаңыз. Мен тек себепшімін. Себепші мына өнімдердің жақсы екенін айтушы деймін ғой. Сондықтан қараңыздар, гарантия бере аламыз, тек қана біз өзіміздің сатып жатқан нәрсемізге. Гарантия бере аламыз, біз өзіміздің айтып жатқан нәрсемізге. Сондықтан соцсеттарға шыққан кезде сіздер мына компанияның нақты берген инструменттер бар ғой, сол инструменттерін үйреніп алып, сол инструмент аясында айтыңыздар. Сонда сіздер айтып жатқан сөздеріңізге гарантия бере аласыздар да. Ал егерде болды, енді менде де болды басында. Анадан естіген, мынадан естігенді
зерттемей айта берген кезімізде әуел деген ұятта болса айтайын дейінші. Ана Макс, жоқ, Макс емес, ол кезде басқа болды. Мүмкін Шульвагоменға неткен кезде айтып қойған ғой. Бұның ішінде 500 свободный радикал бар деймін ғой. Осыған қазір тоқталғым келіпті. Сөйтсе, әлгі свободный радикал деген дұрыс емес дүние екен ғой. Мен сөйтіп мынаның ішінде 250-500 свободный радикал бар деп ана Франциядан да, Германиядан да адамдарды жаңағы жаздым ғой. Енді қараңыз. Свободный радикал деген дұрыс емес екен. Бірақ мен неге ол адамдарға жаңағы өнімімді свободный радикал деген ол ауруға келетін нәрсе ғой, соны айтып TikToktан сатып жібердім. Неге? Өйткені менің оны білмесем де, менің сол кездегі сенімім және ол адамға айтып жатқан энергиям өтіп кетті да. Сондықтан кез келген информацияны адамдар алған кезде ең бірінші сіздің энергияңызға қарайды. Одан кейін последующий нәрселер кетеді. Сондықтан біздің протокол не істейді? Энергияны көтере ма? Көтереді. Ұйқы дұрыстала ма? Дұрысталады. Ас қорыту реттеле ма? Реттеледі. Иммунитет күшейе ма? Енді жаңағы клеткаларымыз тамақтанғаннан кейін иммунитет күшейеді. Иммунитет күшейеді. Адамның қол аяғы жүру жеңілдей ма? Жеңілдейді. Бауырдың жұмысы ретке келе ма? Ретке келеді. Ана кейбір белгі беріп жүрген аурулар ретке келе ма? Ретке келеді. Адамның жүйесі тыныштала ма? Тынышталады. Мысалы, кей кездерде осыны ішіп бастаған кезде әр адамда әртүрлі қабылдайды ғой. Кейбір адамдар отырған жерін ұстап қалатында. Мен өзім алғашында осыны ішіп бастаған кезінде көп ұйқым келіп кететінді. Сол кезде мен айтым, міне ұйқымды келтіре бет дейтін. Жүсак астамда жүйемнің реттелген екен ғой. Бұл нәтиже емегенде немене? Ағзаның жаңа деңгейге көтерілгені емегенде немене? Сондықтан бағуаға қараңыздар. Жалпы бір проблеманы, барлық проблеманы бір нәтижеге әкелетін ол біздің протокол десем, барлық проблеманы бір нәтижеге әкелетін протокол деп айтсам, артық айтқаным болмайды. Артық емес деймін. Өйткені ол не істейді? Жан жақтан жасушаларды ретке келтіреді. Бір ғана бағытта емес, жан жақтан. Сондықтан біздің жасап жатқан жұмысымыз, біздің сатып жатқан өнімдеріміз, ол тек қана өнім емес, ол тек қана тамақ емес, ол адамның күш қуатын реттейтін, энергиясын реттейтін. Энергиясы бар адамға адамдар да келгісі келіп тұрады, жаңағы жақындағысы келіп тұр, жаңағы энергия алайын сізден деген сияқты. Сондықтан біздің компанияның миссиясы ол адамдарға тек қана денсаулығын жақсарту емес, ол адамдардың өмір стандартын, өмір сүру деңгейін жоғарыға апару. Жаңағы өнімдеріміздің барлығы осы нәрсеге алып келеді. Сондықтан ешқандай қысылмастан, егер де жаңадан кіріп отырған адамдар болса, осы компанияға жаңадан келіп отырған адамдар болса, мынандай сөз айтатындар бар да, мен алдымен өзім нәтиже көрейін, одан кейін барып айтамын дейтіндер болады да. Ол адамдарға айтамын да, мен алдыменен мына тамақтарыңызға тоям ба, тоймайын ба, соның кейін тоятын болсам ғана ақшасын төлеймін демейсіздер ғой. Сіздер осы қатып аласыздар, соны тамақтанасыздар. Сол сияқты бар ғой, мына мен алдымен нәтиже көрейін, одан кейін барып жаңағы елдерге айтам демеңіздер. Жадный болмайық. Өйткені қараңыздар, кез келгеніміздің орталарымызда, денсаулығы нашар адамдар бар. Айтпай қою ол бізге сында, ал біз айтқан кезде, вещать еткен кезімізде қабылдамаса, ол енді ол адамның өзіне байланысты, жаңағы әрекетіне байланысты. Біз кей кездерде, әсіресе келген новичоктарда, Алланың, Құдай өзі сақтасын, Алланың рөлін алып аламыз да, біз гарантия беріп тастаймыз да. Ешқашан гарантия бермеңіздер, өйткені ол адамның қалай ішетінін білмейсіз да. Сіз гарантия беріңіз өнімге,
өнімнің ішіндегі продукцияға бұл өнім ешқандай зиян келтірмейтіндей, өйткені біз балаға беріп жүрміз ғой. Балаларға беріп жүрміз ғой. Соған гарантия беріңіз, ал ол кісінің жазылу жалмауынан гарантия бермеңіз. Өйткені Речфактор компаниясының өнімдері, ол тек қана өнім емес, жаңа қайтып айтып кетейін. Біз мына продукцияны ғана сатып отырған жоқпыз. Біз ол адамға сенім сатып отырмыз. Ол адамға осы өнімдерді ішкен кезде нақты, мен айтам ғой, ана адамдарыма айтам, егер де менің айтқанымменен істейтін болсаңыз, нәтижеге жетуіңіз мүмкін. Ал егер де өз айтқаныңызбен, өзіңіздің қалауыңызбен жүретін болсаңыз, мен сізге ешқандай гарантия бере алмаймын деп. Сол сөзім ұнайды көп адамдарға. Сондықтан біздің компанияның және әрқайсымыздың миссиямыз өте зор. Түсінген адамға. Кейбіреулер айтады да, сендер неге TikTok, Instagramнан ғана айтасыңдар, неге ана телевидениедан айтпайсыңдар, неге үлкен баннерға, ана центральный почталарға, бүкіл жерлерге жазып тастамайсыңдар дейді. Мен айтам, ол бізге не үшін керек деймін. Пайдалы екенін айта алатын болса, маған ана жаққа қаражат жіберудің не қажеті бар? TikTokқа шығамыз. Instagramнан жаңа таргет береміз. Ол адамдар білу үшін де, ал енді сендіру үшін сіздің жаңағы айтып отырған, бағанан бері айтып отырған біздің энергиямыз керек. Энергия болмаса, енді ойлаңыз, қуат дейміз ғой, мына светіміздің қуаты болмаса, түн ішінде көргіміз келген нәрсені көре алмаймыз ғой. Сол сияқты адамның беріп тұрған, берушінің энергиясы болмаса, өнімнің күшін беретін жаңағы қасиетін бере алмайды. Сондықтан ең бірінші адам, біздер, сіздер энергиямыз көтеруіміз керек. Ал энергияны көтерудің ең мықты жолын айтайын ба? Ол ерте тұру. Атам қазақ айтқан, таңғы нәсіп тәңірден деп. Нәсібіміз энергиямызбен келеді. Егер де бетіп, өлімсіреп отырып, біздің өнімдерді ішсеңдер, энергияларың күшті болады, ауырларынан жазыласыңдар десе, қандай адам олады оның? Айтпаймын, өзің ішесің бе, айналайын? Энергия береді дейсің, өзің энергияң қайда демей ма? Сондықтан қараңыздар. Біз өзіміздің өніміміз. Продукт своего продукта дейді ғой. Сондықтан өзіміз ішуіміз керек. Барлығы ішіп көруіміз керек. Одан кейін бар, осы таңғы нәсібімізді тәңірден ертең бастап. Бесплатный. Тегі бар ғой, ешқандай ақша жібермейтін энергия алатын нәрсе бар да. Ол не? Ол сіздің таңғы тұруыңыз. Алла тағалаға мен тұрдым деп рахметіңізді айтуыңыз. Міне мені оятқаныңа рахмет деп рахмет айтуыңыз. Одан кейін бар, міне күні бойға энергия алып алдың. Жоқ дегенде 20 минут алада жүрші. Кәдімгі сергек болып қалсын. Ал енді бұрын мектепте жұмыс жасаған кезінде өзіңді бүйтіп уқалай саласың да, бір шай ішсең, ішпесең, жанталасып жұмысқа барасың, одан кейін түске таман бүйтіп ойнатынсың ғой. Ал енді қазір, мысалы, таң ертең, мен өзім өмірім өзіме деймін да, қазір таң ертең тұрам, мен бір подругам айтады, сен жалықпайды екенсің, сені бір таң ертең тексеретіндей, таңмен тұрып аласың ғой деп, айтам, мен өзімді өзім тексеремін. Сонда қараңыздар, өздеріңіз тексерсеңіздер, өздеріңіз оталдырсаңыздар, өз энергияларыңызды іштен шығарсаңыздар, ол сіздермен қалай айтсам болады, мәңгі болады десем болады. Энергия. Само собой, мынаның ішіндегі суым уже таусылайын деп қалды. Сол сияқты адамның энергиясы да таусылады. Ол энергияны жейтін адамдарды айттым ғой жаңағы. Орта жейді, айтқан информациямен кетеді деген сияқты. Кей кездерде бір информация беріп біткен кезде шаршап қаласың ғой. Ол сіздің энергияңыз шықты. Енді сол шыққан энергияны восполнять етеміз. Қайдан восполнять етеміз? Движениемізбенен, иммунитетіміз көтеретімізбенен, мына өнімдерімізді ішуменен, сол кезде сізге, именно сізге жібергісі келетін, Алла тағала жібергісі келетін адам келеді. Ал сол адам ұстап қалу, ол әрине, опять-таки,
біздің энергиямызға байланысты. Сіздермен бірге болған Шолпан Қасымжанқызы, қатысқандарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, ал егер сұрақ болмаса, мен 45 минут емес 50 минут сөйлеп қойыптым. Сұрақ бар ма? Керемет айттыңыз. Керемет түсіндірдіңіз. Адамның мына керемет мынандай түсіндіру сабақ деген енді бар ғой, адамға деген энергия да қуат та береді. Алла разы болсын сізге. Жақсы көремін сізді. Жақсы көремін. Рахмет, рахмет. Шолпан керемет сабақ болды. Почему Шолпан сегодня зарабатывает, друзья? Потому что она всегда в энергии, она соблюдает законы Вселенной. Рахмет. Утром рано встает. Вот, утром рано. Айтады ғой орыстарда, кто рано встает, тому Бог дает. Сол, Шолпан, молодец. Ты пример и подражание. Рахмет, баршаңызға. Үзбей. Супер. Шолпан ханым, жаным, рахмет. О, Жолы ханым, сәлематсыз. Рахмет. Шолпан ханымның энергиясы экраннан бері қарай шығып жатыр ғой. Күшті. Бері қарай шығып жатыр. Сезіліп жатыр. Рахмет Шолпан ханым, Алла разы болсын. Рахмет сізге. Көп рахмет. Күшті түсіндірдіңіз. От души. Мейрамдарыңызбен. Иә, мереке құтты болсын. Мына көктемдегі күн мен түннің теңелген уақыты адамның жаңа